Сол жақ қабырғасында егер сізде сыздап, саншып ауырсыну болатқан болса, бұл сізде хронический панкреатит деген сөз. Яғни асқазан асты ұйқы безінің қабынуы. Қазір мен сізге осы асқазан асты ұйқы безінің қабынуы және асқазан асты ұйқы безінің май басуына арналған, соларды көзін жоюға, емдеуге арналған арнайы үй жағдайында қолданылатын қарапайым кеңестермен бөлісетін болам. Одан алдын келіңіз оның белгілері және ол неден пайда болады, қысқаша тоқталып өтсек. Әрине бұл бізде ретсіз тамақтану, питаниямызда майлы тамақтар көп болуының салдарынан, немесе аш қарынға, мысалға завтрак болмады сізде, таңғы ас болған жоқ, бірақ орнына мұздай су іштіңіз, немесе сіз газированный сусындарды қолданыңыз аш қарынға. Сондай жағдайларда асқазан асты ұйқы безінде воспалительный процесс, қабыну процестері пайда бола бастайды. Бұл процестер ұзақ уақыт созылады, потом липомитоз деген диагноздары пайда болады. Липомитоз деген сөз асқазан асты ұйқы безінің май басуы деген мағынаны білдіреді, құрметті достар. Әрине оның белгілері, симптомдары көбінесе сол жақ қабырға астында сыздап, саншып, ауырсынулар пайда болу. Ертең бұл ауруларға уақытында ем алмасаңыз, қазірден внимание бөлмесесі не болуы мүмкін? Реактивный формада панкреатит болып, ертең, яғни қатерсіз ісіктер, киста аурулар пайда болып қалуы мүмкін. Аяқ асты сахарный диабет болып қалуыңыз мүмкін. Немесе поджелудочной железада какой-то онкологик ауруларға дейін алып келіп жатқан жандар қазіргі таңда өте көп, құрметті достар. Қарапайым, арнайы, ең сізге көмектесетін нәрсе бұл. Бірінші кеңесім правильный питание. Желательно арасында аштық сақтап тұру. Қаншалықты аштық сақтап тұрсаңыз, қаншалықты асқазан асты ұйқы безіне нагрузка түспесе, ол өзін тезірек восстановить етіп алып, тезірек өзін емдеп алады, құрметті достар. Бірінші кеңесім сол. Екінші кеңес, яғни бұл жерде расторопша сияқты, кукурузный рилса сияқты шөптер бар, аптека барсаңыз, солардың арасына демдемеші отыру. Потом состояниеңізге қарай панкрем, панкреатин сияқты таблеткаларын қолдансаңыз болады, бірақ ол дәрігердің кеңесі бойынша. Үй жағдайында алма сірке суы бар, яблочный уксус деген нәрсе бар, 6% ішетін түрі болады. Бір чайный ложкасын 50-60 мл жылы суға араластырып, күніне бір рет, бір ай бойы қолдану керек болады. Бұл яблочный уксустың противопоказаниясы бар, құрметті достар. Егер сізде язва желудка болатын болса, немесе острый хронический панкреатит болатын болса, немесе сероспечен жағдайларда бұл қатаң тыйым салынады. Ендеше осы кеңестер сізге өте пайдалы болады деген үміттемін. Осында іш құрылысында проблемасы бар жандар, немесе асқазан асты ұйқы безінде проблемасы бар жандарға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Тағы да сіздерге пайдалы ақпараттар өте қызық болатын болса, доктор Ясин парақшасына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.